Терең сезімтал адам тек бір жағдайда нағыз демалғанын сезеді. Бұл өзімен өзі қалған кезде, бір өзі қалған кезде, қасында ешкім мешат етпейтіндей, хотя бы бір жарты күндей, желательно бір күндей демалса, вообще тым рахат, тым күшті болады. Хотя бы енді ары кетсе 2-3 сағат өз-өзімен қалса, қасында ешкім кедергі жасамайтындай, ешкім тревожить етпейтіндей, мама шықшы, мама келші деп, немесе күйеуі тиісіп, әйелі тиісіп, жұмыста, мысалы, жұмыстар шыға берсе, ондай демалыс болмайды. Именно демалыс, когда тебя оставляют в покое. Сені бір өзіңді қалдырады, и сен не істегің келсе, соны істейсің сол кезде. Кітап оқығың келе ма, кино көргің келе ма, жай жатқың келе ма потолокқа қарап. Осындай жағдайлар, бір өзі қалған жағдайлар, орысша айтқанда уединение. Одиночество емес, осы уединение қазақшасын қанша іздедім, таппадым, аудармасын. Везде жалғыздық дейді. Жалғыздық бұл одиночество. А уединение бұл басқа. Уединение бұл өзімен дос болу деген сөз. Өз-өзімен қалып, өзіне поддержка беру, өзіне сүйіспеншілік, махаббат сыйлау, өзіне дос болу, өзімен уақыт өткізу деген сияқты. Екінші маңызды шарт, өз-өзімен қалған кезде денені тыңдап, істегісі келмейтін істерді істемеу. Қазір мысалы, сіз уединениеда өзімен өзіңіз жатырсыз, или отырсыз. Осы кезде өзіңіздің денеңізді тыңдаған маңызды. Мен қазір именно сондай сұрақ, не істегім келеді емес, не істегім келмейді деген сұрақ қою маңызды. Мен қазір, мысалы, комнатаға қарайсыз бөлмеге, бөлмені сәл ластау, пол жуу керек деп ойлайсыз, шаң сүрту керек, бірақ мен оны істегім келмейді деп өзіңізге айтасыз. Соны істемеу маңызды. Мен қазір жұмыстарыма оралғым келмейді. Мен қазір дене шынықтыру жасағым келмейді. Мысалы үшін, соның бәрін істемеу, өзіне сондай возможность беру өте маңызды. Содан кейін уже өзіңізге келесі сұрақ қоясыз. Ал мен не істегім келеді? Мысалы үшін, мен қазір просто жатқым келеді. Или мен қазір далаға шығып паркке барып таза ауа жұтқым келеді. Бір өзім. И соны істеген маңызды. То есть өзіңіздің денеңіздің қазір не айтып тұрғанын істеу. ТС адамдардың, ТС это терең сезімтал адамдар. Терең сезімтал адамдардың демалысы бұл ойын-сауық, бір аттракцион паркіне, боулингке шығу емес деп атап өттік. Бұндай демалыс ТС адам үшін жұмыс сияқты. Себебі ол ондай кезде энергияны жинамайды, керісінше энергияны жаратады. И ондай процесстерге, ондай мероприятияларға заранее дайындалу маңызды. Мысалы, мен үлкен көпшілік бар адамдарға, көпшілік бар жерлерге барғым келмейді. Маған қызық емес, мен тез шаршаймын. Тойларға барғанды жақтырмаймын. Үлкен, масштабный бір мероприятияларға, той, жерлеу, жерлеуге қыздар бармайды, әйелдер, имеется в виду похороны, поминки, құдайы, сондай жерлерге барғанды тым жақсы көрмеймін. Ұнатпаймын ондай жерді. И мысалы сауда орталықтарына барғанда қатты шаршаймын, киім іздегенді жеп көремін. Жақсы әдемі киімдерді жақсы көремін, кигенді жақсы көремін, бірақ оларды іздегенді ұнатпаймын, себебі тез шаршап қалам. 2-3 бутикке кіргеннен кейін болды, уже ешнәрсе істегім де келмейді. Даже 2-3 емес, 1-2 бутикке кіргеннен кейін, шыны керек, шаршап қаламын. Интернеттен заказ берген маған қайда қызықты сияқты, қайда пайдалы сияқты. Потому что, мысалы, Ламодадан заказ бересің,
пока курьер сені күтіп тұрғанша соны киіп спокойно өлшейсің и заранее білесің да қашан келетінін, заранее дайындаласың сол уақытқа, қатты энергия жұмсамайсың. Ал магазинге бару деген бұл енді не знаю сколько энергии на это уходит. Шопинг маған демалыс емес, бұл жұмыс кәдімгі. Келесі демалыстың түрі өте қатты жағатын сезімтал адамдарға, не то что жағатын, а даже бір заң десек те болады, бұл табиғатқа шығу. Бірақ табиғатқа шығу да түрлері әртүрлі болады. Мысалы, майда маевкаға шығу, талпамен, өзімен бірге пиво, шашлык бәрін алып шығу терең сезімтал адамға қатты жаға бермейді. Потому что ол талпа, сол қайттан көпшілік шаршатады адамды. Табиғаттың рахатын алуға, бар ләззатын сезуге мүмкіндік бермейді. Керісінше алкоголь ішкен кезде, шылым тартқан кезде терең сезімтал адам тез шаршап қалады. Жыртылу процесі басталады. Осы сөз жыртылу деген толығымен терең сезімтал адамның қатты шаршауын сипаттайды. Бұл жай шаршау емес, бұл шын мәнінде жыртылғандай, езіліп кеткендей сезіледі. Вот алкоголь сондай результат береді. Табиғаттың кез келген түрі бола береді. Тау болсын, өзен болсын, көл болсын, теңіз болсын, океан болсын, маңызы жоқ. Главное природа, и чтобы была возможность остаться наедине с собой, өз-өзімен қалып. То есть бір өзің бармасаң да, қасында семьяңмен барсаң да, бір сағаттай бөлек өтіп, өзің қарап сол табиғатқа, ағаштардан, жерден, көріп жатқан сол табиғаттан, аспаннан, көк аспаннан, күннен энергия жинайды терең сезімтал адам. Причем еркек болсын, әйел болсын, маңызы жоқ, кішкентай бала болсын, маңызы жоқ. Кішкентай кезінен осындай адамдарға табиғат ұнайды. Табиғаттың арасында өзін күшті сезінеді. Сондықтан да мен, мысалы, жер үйде тұрғанды, жылдан жылға сол желаниені, арманды қатты сезем. Қазір мен квартирада тұрамын, бірақ болашақта жер үйде тұрғым келеді. Қатты, потому что прям любой кезде өзінің дворына шығып, ағаштардың болған, гүлдер егіліп тұрғанын қалаймын. Соларға қарап, жай осылай бір скамейка орнатып, или кресло орнатып, қасында шайың бар, самаурын еще болса, вообще тым күшті ғой. Соны ішіп, рахаттанып, далаға қарап, аспанға қарап, не деген кайф қой, не деген бақыт мен үшін сол. И терең сезімтал адамдар мені түсінеді неге ондай екенін. Итак, келесі энергия беретін демалыстың түрі ТС адамдарға бұл өзіне ұқсас адамдарды табу, өзіне ұқсас адамдармен қарым-қатынаста болу, солармен дос болу. Мысалы, мен өзім екі тренерді таптым. Екеуі де тренер, біреуі мен психологым, екіншісі тренер. Екеуі де терең сезімтал адам, и біреуі YouTube канал жүргізеді. Сол кісінің YouTube каналдарын көрген кезде мен қатты рахаттанамын, потому что ойлары, выводтары, өмірге деген көзқарасы, әлемге, адамдарға көзқарасы өте қатты маған ұқсайды. Өзінің сезімдері, өзінен дененің сезетіні, ішкі құбылыстары, терең ойлары бәрі маған ұқсайды. И сондықтан маған бұл өте маңызды. Менің айналамда терең сезімтал адамдар бар, 2 адам. Бірақ олар өздерінің сезімталдығын әлі ашқан жоқ. Қалай сонда? Олар өздерін ашқан жоқ. Өздерінің қандай екенін әлі сезбейді. Әлі неврозда отыр, түрлі қорқыныштарда, өкпеде, или әлі өз-өзіне жабық сияқты, өзін таппаған адамдар. Сондықтан ондай адамдармен қиындау қарым-қатынаста болу. Терең сезімтал адамға, особенно уже өзін сезетін,
өзінің эмоциональный фонын дұрыстаған, өзінің эмоциясын басқарған адамдар өзі сияқты сондай ойлары жіңішке, терең, сондай адамдармен қарым-қатынаста болғанын қалайды. Қарым-қатынас — это не обязательно пара болу. Это вот дос болу деген сөз. Келесі энергия беретін бұл психотерапия. Мен үшін психотерапия өзімнің сол өзіме сәйкес келетін психологты тапқаным бір үлкен бақыт. Құдайдан келген үлкен бақыт деп санаймын. И сол психотерапия кезінде көп энергия алам өзіме. Көп энергия алам, өзімнің ішкі құбылыстарымды түсінген кезде, өзімнің қандай екенін ашқан кезде көп энергия жиналатынын түсінемін. И бұл процесс, өзін ашу процесі, бұл өмір бойы болатын процесс. Не бывает такого, что вот бір күні, мысалы 30 мартта болды, мен өзімді полностью аштым деген ондай дата болмайды, ондай күн болмайды. Адам өзін постоянно ашады, потому что адам все время развиваться етеді. Бұл табиғат сияқты. Табиғат бір қалыпты қалмайды ғой. Табиғат постоянно развивается. Сол сияқты адам да движение да болады, ылғи да.